Әкең ауысымен үш қошқарым қазір үшеуіңе тапсырма, жарай ма? Тұңғышым, мен жағымнан ұшма. Ұш жылдам. Жарайды, папа. Ой, әкең ауысымен тұңғышым, мынауың не? Қызды кездің ба? Дұрыстап ұрмайсың ба, күшке сол? Кенжетайым, ұш мені ме? Ұш мына жағымнан. Алқаш, қазір өліп қаласың ғой? Не? Кенжетайым, шыбын сияқты тұрғаның не? Мені ұш жағымнан, давай. Ұрғаны. Папа. Әкең ауысымен жай ұрмайсың ба? Әкеңмін ғой. Мұртыбай, мына жерді жинайық та ас қайтарсайшы. Ой, әкең ауысымен қатын біле ме? Сен айтпасаң да. Ал, қошқарларым, ас қайтарам. Қолдарын жайындар. Аузу бейл. Шайтан. Жим. Бисмиллах. Не болды саған не? Шайтан түртіп отыр ма? Тыныш отыр. Кейін ауысымен ұмытып қалдым, не айтатыным бар ғой. Шайтан түртіп отыр ма? Не болды саған? Әумин. Қатын не болды? Не үшін жылап отырсың? Алқаш, ортаншы балаңды ұрлықшылар ұрлап кетті, есік алды машинаға мінгізіп. Әкең ауысымен көзің ақ жылай бермеші қатын не? Ол кімге керек дейсің қазір? Әкеп тастайды. Папа? Әкең ауысы сені ұрлап кетті деп отырады ғой. Папа, ұрлап кетті де қайтып әкеп тастады ғой. Әкең ауысы күн өзің бір нәрсе деген шығарсың, сосын әкеп тастайды олар. Олар менен үйдің қайшыншы баласың деп сұрады, сосын ортаншымын дегем ғой. Бізде ортаншымыз ғой деді да, қалтама 200 теңге сап, қолыма продукты алып берді да, үйге әкеп тастады. Әкең ауысы күн үшеуіңе сұрақ. Жылдың басы кім? Тұңғышым, айтшы кән. Папа, соған да ойлану керек па? Конечно, жылдың басы сіз емес па? Жаным, тұңғышым менің. Молодец. Кенжетайым, жылдың басы кім? Айтшы. Жындысың ба? Жылдың басы болмайды ғой. Жаным, Кенжетайым, жылдың басы болады ғой. Кім? Айтшы жылдам. Жарайды. Алқаш, сен боласа сөз жылдың басы. Молодец. Кең ауысымен жылдың басы кім? Тышқан. Мен ба тышқан? Сіз тышқан жоқсыз? Жылдың басы кім? Тышқан. Түсінбедім. Сіз. Мен тышқан. Кең ауысымен. Алло, Жан. Кең ауысымен не істеп отырсың? Сол отқам ғой, жаным. Түсінбедім. Жаным, менің бетіңнен сүйіп алайын ба сен? Менің бетімнен сүйесің ба? Жан, маған қарсыласпаш, әйтпесе шапалағынан бір-ақ ұрам. Не дейтін әкең ауысымен, мен шапалағынан ұрасың ба? Жан, менде вообще шаруаң болмасын. Әкең ауысымен сандырақта берме, шыға сыртқа жұмыс жасаймыз. Шаруаң болмасын дейді ғой. Еще жаным дейді әкең ауысымен. Жарайды, жаным, бара бер. Сол жұмысыңды істеп біткеннен кейін үйге кіріп ыдыс жу, жарайды ма? Мен ыдыс жуам ба? Әкең ауысымен. Папа? Сынок мой, ортаншым. Ау, папа. Әкең аяқ тоңқылып нәскейіңді бере тұршы. Қазір берем ғой, папа. Інім? Ал, аға. Ағаң бұты тоңып қалды ғой. Трикоңды бере тұршы, кие тұрайын. Аға? Ау, Кенжетай. Сен бар ғой, денең қачуақ қой, сен тоңбайсың ғой. Маған бар ғой, үстіңдегі жемпірді беріші, мен тоңып қалдым. Папа, аяғым тоңып қалды, нәскей бересіз ба? Әкең ауысымен есің дұрыс па? Әкең аяқ тоңады ғой қазір. Аға, трикомды бересіз ба? Бұтым тоңып қалдым. Кете жоқ олай. Қазір саған трикомды берсем, өзім бұтым тоңып қалмай ма? Кенжетай, ағаң тоңып қалды, жемпірімді қайтап берші. Кете жоқ ол. Қазір мен саған жемпір берсем, өзім тоңам ғой. Әкеле жемпірімде. Папа, мен жемпірмен таласыватыр. Үш қошқарым, бергеңдес бере. Екеуің папа шақырады, жүндір. Қазір үшеуің аджимане жасасына түсіндір ғой. Кім отылады, сол менімен сыртқа шығып жұмыс жасайды, кешке дейін. Аға, інім, мен соңғы жасаймын. Ортаншым, сен соңғы жасайтын болдың ба? Папа, мен соңғы жасаймын. Онда бұлай жасаймыз. Аджиманияны жасаған сайын, келесі адам шыққан кезде бір қолын көтеріп жасайды. Болды, алқаш өлтіресің ба мені? Тұңғышым, жасай қой жан. Бірақ бір қолмен жасайтын, жарай ма? Болды, папа. Кел жаса. Сен кезегің ғой. Әкең ауысымен не істеп жатсың?
Акима не жасайын деп жатыр? Акең ауысымен әр жасаған сайын бір қолымызды көтеріп жасаймыз едік қой. Олай ма? Енді өзің ғой соңғы жасаймын деген. Сыртқа шығып жұмыс жасай берейін ба? Қазір папама жестко пранк жасаймын. Акең ауысымен не істеп отырсың? Анау арақ емес па? Акең ауысымен арақ ішетін болғансың ба не? Келсеңші бірге ішеміз. Келсең акең ауысымен. Папа, пранк бұл пранк. Акең ауысымен пранк деген арақ шыққан ба не? Акең ауысымен. Әкел бері. Да, ну пранк дегенді білмейсіз ба не, папа? Қошқарым, кеп айтсаңдаршы кімде не жоқ. Ертең шешең екеуміз базарға барып алып келеміз. Папа, маған еш нәрсе керек жоқ. Менде артығымен бар ғой бәрі. Папа, маған еш нәрсе алмай қойыңыздар. Менде өзінде ақша бар ғой, өзім барып алам. Папа, маған ручка әкеп бер. Ручка? Жарайды, ручка. Дәптер. Дәптер? Дәптер. Туфли. Туфли? Туфли. Рубашка. Рубашка? Шалбар. Шалбар? Трусы. Трусы? Трусың жоқ па не екен ауызсүйген? Тоқташы. Сен биыл өзі киіндің ба? Жоқ, папа, киінген жоқпын ғой. Келесі айда киінесің деп айттыңыз ғой. Онда мынаның бәрін алатын ақша жоқ еді. Келесі айда киінесің, жарай ма? Қошқарларым, короче менің каспиімда 2000 теңге бар. Мен үшеуіңді бөліп жармайым. Үшеуіңе теңге сол 2000 теңгені бөліп берем, жарай ма? Папа, рахмет. Алқаш, көп сөйлемей, босай ақшаны берсін енді. Папа, сонда 2000 теңгені қалай бөліп бересіз? Акең ауызсүйген басың жасай ма? 1000 теңгеден бөліп берем да 2000 теңгені. Үшеуіңе еще. Мен кете берейін де. Акең ауызсүйген менше, осы үшеуіңе таңғалам бар ғой. Үй жина десен, үшеуің қырылысып төбелесіп кетесіңдер, былай жасайық. Үшеуіңде ренжімейсіңдер. Мен қазір үшеуіңе сұрақ қоям. Короче, осы сұраққа жауап бере алмаған осы біреуің үй жинайсыздар. Жарайды ма? Келістік па? Кет қал. Бірінші сұрақ. Бірге бір қанша? Мен айтам. Кенжетай, молодец. Папа, мен бірінші көтердім ғой қолымды. Акең ауысың есің дұрыс па? Бірінші сұраққа кім оң қолын көтереді, сол жауап береді ғой. Қан жауап берші, Кенжетайым. 2 болады. Молодец, Кенжетайым. Кәдімгі математика екенсің ғой. Ал, екінші сұрақ. 2-ге 2 қанша? Мен айтам. Тұңғышым, молодец. Папа, мен оң қолымды бірінші көтердім ғой. Акең ауысың есің дұрыс па? Қайта оң қолын көтерген адамда жауап бере ма? Екінші сол қолын көтерген адамда жауап бер. Қан жауап берші. 4 болады, папа. Тұңғышым, молодец. Сендерге енді ең соңғы сұрақ. 3-ге 3 қанша? Ортаншым, бұл жолы қолыңды дұрыс көтердің. 3-ге 3 қанша? 6 болады. Әкеңнің басы 33. Үй жинап жүр. Құрметті достар, осы киномыз 100 000 просмотр жинаса, келесі Апкешка и братишканың 79-шы сезонын сол күні шығаратын боламыз. Олай болса, дәл қазір осы киноның астына комментарий жазып, лайк басып, барлық достарыңызбен бөлісіп, 100 000 просмотрға жылдам жеткізіп тастайық. Кім достарымен бөлісті, комментарийге мен бөлістім деп жазып кетуді ұмытпаңыздар.